Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Аян, және бұл жүрекке жақын арнасындағы жаңа авторлық әңгіме. Ен далада шаңы бұрқыраған ескі тас жол бойымен қарапайым автобус келе жатты. Кенеттен олардың жолын қарулы қарақшылар кес-кестейді. Жол торған қара ниеттілер үрейге биленген халықты оңай олжа санап, өздеріне тым сенімдеді. Бірақ бұл бейуақыт жолаушылардың арасында нағыз от пен оқтың ортасынан аман шыққан, өлімнің көзіне тік қараған ауған соғысының ардагері отырғанын олар сезген де жоқ. Ағайын, егер сізге осындай адам, жанның төзімі мен ер намысы сыналатын ауыр хикаялар ұнаса, арнамызға міндетті түрде жазылыңыз. Ал қазір бейнебаянда қай өмірден, қандай іспен айналысып жүріп көріп жатқаныңызды пікірге жаза кетіңіз. Біз үшін көрерменнің қай жерден екенін білу өте маңызды. Бұл күн қала мен ел көзінен таса қалған шалғай ауылдарды жалғайтын ескі тас жолда әдеттегідей басталған. Тозған автобус жарықшағы көп асфальтпен баяу ғана қозғалып келеді. Оның сыртындағы бояуы әлде қашан онып кеткен, керезелерін жолдың қою шаңы басқан. Қозғалтқышы шаршаған аңдай тұншыға гүрілдейді. Жолдағы әрбір шұңқыр дөңгелекке ауыр тиіп, автобус сықырлап қалтырай түсіп, сапарын әрі қарай жалғастыра береді. Іште 15 шақты адам бар. Ешкім жақ ашып тілдеспейді. Ауа өте ауыр. Қолқаны бензин мен арзан темекінің түтіні қабады. Ең алдыңғы қатарда жас келіншек отыр. Оның құшағында 3 жасар шамасындағы ұлы ұйықтап жатыр. Балақай түгі түскен ескі қонжығын кеудесіне қысып, бейғам дем алады. Анасы оны оятып алмас үшін абайлап қана тербетеді. Оның арғы жағында жеңіл киінген студент қыз отыр. Тізесінде құлаққабы бар ескі музыка ойнатқышы жатыр. Ол терезеге терміріп, оқта-текте басқа жолаушыларға көз тастап қояды. Жүргізушінің артында 50 жастар шамасындағы еркек жайғасқан. Оның бет-аузы іскен, жанары бұлыңғыр. Одан ішімдіктің сасық иісі мүңкиді. Ол қалғып кеткендей, басын баяу ғана изеп отыр. Ары қарай үлкен сөмкелерін арқалаған ұсақ саудагерлер, зейнеткерлер мен ауыл адамдар жайғасқан. Жүргізушінің өзі де жасы келген қарт кісі еді. Шашын ақ басқан, жүзіне әжім түскен, жанары салиқалы. Ол рөлді сенімді ұстап отыр. Дегенмен, кәрілік жеңе бастағаны байқалады. Қарапайым автобус, қарапайым халық, әдеттегі тас жол. Керезе сыртында қарағайлар мен қайындар тізіліп өтіп жатыр. Сирек болса да, үлкен жүк көліктері ұшырасады. Кейде ескі жеңіл көліктер зулап өтеді. Жол бойында көлік қатынасы жоқтың қасы. Автобустың ең соңында керезе жақта бір ер адам отыр. Ол мүлдем қозғалыссыз. Жасы 40 шамасында. Иықты, өңі күнге тотыққан, шашы қысқалынған. Жүзі өте байсалды, ешқандай сезім білінбейді. Бірақ оның көздері мүлде басқаша еді. Суық, әрі аса қырағы. Ол бүкіл жолаушыларды көре алатындай ыңғайлы отыр. Бұл оның ескі әдеті. Оның есімі Ильяс еді. Кезінде ол Ауғанстанда барлау қызметінде болған, мерген. Топтағылар оны үнсіз деп атайтын. Ол өте аз сөйлейтін және ешқашан даусын көтермейтін. Оның мергендік қаруы өз ісін жақсы білетін. 2 жылдық қызметінде дәл киген 237 сана тіркелген. Қазір бұл туралы ешкім білмейді. Жолаушылар үшін ол қолында тозған сөмкесі бар, үнсіз отырған тағы бір жолаушы ғана. Автобус орман ішіндегі жолмен алға қарай жүре берді. Күн ұясына баяу батып бара жатты. Қозғалтқыш бір қалыпты гүрілдейді. Ильяс терезеге қарап отыр. Бір шын мәнінде ол айналаны жіті бақылап келе жатқан. Адамдарды, жолды, терезедегі шағылысты. Барлаушының түйсігі ешқашан жоғалмайды. Ол тек уақытша ғана ұйқыда болады. Кенеттен автобус ұзаққа созылған түзу жолға шықты. Сол кезде алда жол жиегінде бір көлік көрінді. Көк жолағы бар ақ түсті ескі Жигули. Жанында милиция формасын киген 2 ер адам тұр. Олардың бірі ала таяқшасын көтерді. Жүргізуші жылдамдықты азайтты. Автобус тоқтады. Есік сықырлап ашылды. Милиция киіміндегілердің бірі ішке кірді. Ол жолаушыларға сыздана қарай отырып, дәлізбен баяу жүріп өтті. Дәл сол сәтте Ильяс бірдеңенің дұрыс емес екенін түсінді. Адамның формасы мыжылған. Погондары кір.
Ал ағытылған күртешесінің астынан қарудың сабы көрініп тұреді. Бұл қызметтік тапанша емес, нағыз автоматтың өзі еді. Әлгі адам автобустың қақ ортасына келіп тоқтады. Сол сәтте оның күртешесінің астынан тапанша жарқ етті. Қарудың темір бекітпесінің сарт еткен дыбысы үнсіздікті қақтылды. Бәрің орындарынан қозғалмай, тыныш отырыңдар. Оның даусы өте суық еді. Ешқандай сезімсіз шықты. Ақша, бағалы заттар, алтын, күміс. Кез қапқа салыңдар. Кім артық қимыл жасайды, сол оқ қашады. Іштегі халықтың зәре-құты қашты. Ұйықтап жатқан бала оянып кетіп, шырылдап жылай бастады. Келіншектің өңі қуарып, сәбиін кеудесіне қаттырақ қыса түсті. Студент қыз орнына бүрісіп, жабыса қалды. Бағанағы ішімдікке тойып алған еркек орнынан тұрмақ болып еді. Қарудың дүмбісінен шүйдеге тиген ауыр соққыдан сұлап түсті де үні өшті. Екінші қарақшы артқы есікке барып, шығар жолды кесіп тастады. Қақпан жабылды. Олар бүгін алдарынан оңай олжа шықты деп ойлады. Қарапайым автобус, қарапайым халық. Бірақ олар бір нәрсені білмеді. Автобустың ең соңында осыдан көп жыл бұрын ажалмен өз тілінде тілдесіп үйренген адам отыр еді. Соғыс тілінде. Жирен сақалды қарақшы, қорасындағы малын түбендеген қожайындай, орындықтар арасымен баяу жүріп өтті. Тапаншаны еш оңды солды сілтемей, өте сенімді әрі салқынғанды ұстап тұр. Соқ саусағы қарудың шүріппесінде емес, оның жанында жатыр. Қаруды тек нағыз атуды білетін адамдар ғана осылай ұстайды. Ильяс мұны бірден байқады. Өмірінің көп жылын қарумен өткізген адамның көзіне мұндай ұсақ түйектер бірден ілінеді. Екінші қарақшы бойшан екен. Тақыр бас артқы есіктің жанында тұр. Күртешесінің астынан автоматтың сұлбасы білінеді. Ол сағызын шайнап, жолаушыларға менсінбей қарайды. Еш қайсының қарсыласуға дәті бармайтынын алдын ала біліп тұрғандай. Тездетіңдер, жирен сақалды бұйрық берді. Артық қимылсыз. Сонда бәрін аман-есен жолдарында жалғастырасыңдар. Ол сыбайласына бас изеді. Тақырбас қалтасынан кір шалған кенеп қапшықты шығарып, халықты аралай бастады. Алдымен ол үлкен сөмкесі бар саудагер әйелге келді. Ол қалтыраған қолдармен мойнындағы алтын алқасын шешіп берді. Қарақшы бұйымды үнсіз ғана қапқа салды. Содан кейін спорттық киімдегі еркекке жақындады. Ол қалтасынан бір бума ақшаны асығыс шығарып берді. Кезек студент қызға келді. Ол құлаққабын шешіп, әмияны мен музыка ойнатқышын қапқа баяу салды. Еріндері дірілдеп отырса да, үн қатпады. Тақырбас күнделікті жұмысын істеп жүргендей, өте байсалды қимылдады. Бағанағы мас еркекке келгенде, ол бірдеңені күбірлеп, түсініксіз сөйлей бастады. Қарақшының бет аузы тырысып кетті. Үніңді өшір. Ол қарудың дүмбісімен еркектің өғынан нұқып қалды. Жолаушы ыңырсып барып, лезде тынышталды. Келесі кезек балалы келіншекке келді. Ол шағын сөмкесін кеудесіне қатты қысып алған. Бері әкел, Тақырбас бұйырды. Ана басын шайқады. Бұл жерде ұлымның дәрілері ғана бар. Бірақ қарақшы оны тыңдамады. Ол сөмкені әйелдің қолынан жұлып алды. Ішіндегі заттар еденге шашылып түсті. Баланың киімі, сүт құйылған шөлмек, бірнеше дәрі-дәрмек және мыжылған біраз ақша. Тақырбас кек ақшаны уыстап алды да қапқа тастады. Ана шарасыздықтан үнсіз жылады. Сәби қайта оянып, ішін тарта солқылдады. Қарақшының бұл ісі адамгершіліктен жұрда екенін, ешқандай обал сауатты білмейтінін анық аңғартты. Автобус іші бұрынғыдан да тып-тыныш бола қалды. Халық бастарын төмен салып, жерге қарап отыр. Ешкім қарсыласпады, тіпті оқталуға да батпады. Үрей адамның бойын байлап, жігерін құмғылады емес пе? Бұл уақытта жирен сақалды есік алдында бақылап тұрған еді. Ол еш асықпады. Оның жанары бір жолаушыдан екіншісіне, содан соң керезеге, одан кейін жүргізушіге ауысып отырды. Кәсіби дағды. Ильяс мұны ішінен түйіп қойды. Бұл адамда кезінде қызметте болған. Бәлкім әскерде, бәлкім милицияда. Мұндай жинақылық пен оқтайтық дене бітім адамда жайдан жай пайда болмайды. Тақырбас ең соңғы қатарға жақындады.
Ильясқа. Ол Ильястың алдына келіп тоқтады. Ал батыр, ол менсінбеген үнмен тілі қатты. Бар жиған тергенінді шығар. Ильяс жанарын баяу көтерді. Ешқандай қорқыныш жоқ. Ешқандай ыза да байқалмайды. Жай ғана тура қарады. Содан кейін тап солай байсалдылықпен күртешесінің ішкі қалтасына қол салды. Әрбір қимылы өте баяу, әрі түсінікті еді. Ол ескі былғары әмияны шығарып алға созды. Қарақшы оны жұлып алды да ішіндегісін сілкіп-сілкіп жіберді. Бірнеше мың теңге, әскери билет, ескі фотосурет. Тақырбас тек ақшаны алды. Қалғанын еденге лақтыра салды. Сағатыңды шеш. Ильяс білегіне көз тастады. Командир сағаты, топ қолбасшысының қымбат сыйлығы. Осыдан көп жыл бұрын тағылған дүние еді. Ол сағаттың бауын ағытып, қарақшының алақанына салды. Тақырбас мырс етті. Ақылды екенсің. Ол бағалы дүниені қалтасына сүңгітіп жіберді. Мұндайлар өмірді сүре біледі. Жирен сақалды оған үн қатты. Бол енді, шығамыз. Тақырбас бас изеп, есікке қарай беттеді. Жирен сақалды жолаушыларды қару кезенген күйі уысынан шығармай, бір адым артқа шегінді. Шығар алдында жүргізушіге бұрылды. От алдыр. Қария жанарын баяу көтерді. Қайда жүремін? Қарақшы басын сәл қисайтты. Айтқан жерге айдайсың. Ол тапаншаның оңғысын жүргізушінің шекесіне тақады. Және мынаны жадыңа тұт. Оның дауысы мұздай суып кетті. Белгі берем деп, немесе басқа жаққа бұрам деп ойлама, бәрінді қырып салам. Жүргізушінің өңі қуарып бас изеді. Ұқтым. Жирен сақалды автобустан түсіп кетті. Тақырбас дәліз ортасында қасқайып тұрып қалды. Бірнеше секундтан соң қозғалтқыш қайта гүрілдеді. Автобус орнынан баяу қозғалды. Ильяс терезеге көз салды. Жол жиегінде бағанағы ескі көлік тұр еді. Оның жанында әскери киім киген тағы бір бейтаныс адам қарауылдап тұр. Ол автобустан көзін алар емес. Демек, олар екеу емес. Кем дегенде үшеу. Бәлкім, одан да көп. Ильяс көзін сәл жұмып, ішінен есептей бастады. Іште екеу, далада біреу. Көлік. Ілесіп отырады. Қару жарақ, 2 тапанша, 1 автомат. Көлік ішінде тағы да қару болуы әбден мүмкін. Дәл қазір шабуыл жасаудың сәті емес. Айналада жазықсыз жандар тым көп. Кез келген атыс жолаушылардың жартысын жалмап кетеді. Обал болады. Жоқ, қазір емес. Ол көзін қайта ашты. Автобус тас жолдан бұрылып үлгерген екен. Дөңгелектер қиыршықтасты басып, сықырлай түсті. Жол қалың орман ішіне бастап барады. Қараңғылық қоюлана түсті. Алдағы ағаштар арасынан әлсіз жарық жылт етті. Ильяс істің мәнісін ұқты. Бұл жай ғана тонау емес еді. Оларды басқа жаққа әкетіп барады. Оқ атылса, ешкім естімейтін түпкірге. Автобус орман түкпіріне сүңгіп барады. Жол барған сайын нашарлай түсті. Асфальт әлде қашан біткен. Дөңгелектер тас пен шұңқырға соғылып, гүрс-гүрс етеді. Көлік соңынан бұрқыраған қою, сұршаң қарағайлар арасына баяу сіңіп жатты. Автобус ішіндегі тыныштық жанды езіп барады. Ешкім жақ ашпайды. Анасы сәбиін жұбатуға тырысып, баяу тербетеді. Балақай оқта-текте ішін тартып қояды. Содан кейін анасының ығына бетін басып, қайтадан ұйқыға кетеді. Студент қыз саусақтарының буыны ағарғанша қатты қысып қозғалыссыз отыр. Бағанағы мас еркектің мастығы су сепкендей басылған. Ол еденге телміріп, ауыр дем алады. Әрқайсысы бір ғана нәрсені түсініп келе жатты. Оларды адам заны жүрмейтін, ешкім араша түсе алмайтын қараңғы тұңғиыққа апармақшы. Тақырбас қарақшы тұтқадан ұстаған күйі дәліз ортасында әлі тұр. Кеудесіне ілген автоматы бар. Оның тұрысы бейғам көрінгенімен, жанары әрбір қимылды қалт жібермей бақылап тұр еді. Кейде іші пысқандай мысқылдап күліп қояды. Алдыңғы жақта жүргізушінің жанында жирен сақалды отыр. Ол тапаншасын тізесіне қойып, алдағы қараңғы жолға қадала қараған. Автобустың жүргеніне 20 минуттай уақыт болды. Содан соң 30 минут өтті. Айналадағы орман қалыңдай түсті. Байланыс әлде қашан үзілген. Ильяс жүргізушінің айнадан өзіне ұрлана қарағанын байқап қалды. Қарияның көзінде қорқыныш бар еді. Ол қайда бара жатқандарын ішімен сезіп келеді. Ақыры
Алдыңғы жақтан оттар көріне бастады. Алдымен біреуі, сосын екіншісі. Содан кейін қараңғылық ішінен үйлердің сұлбасы бой көтерді. Ауыл. Ескі, жұрт тастап кеткендей қаңырап тұрған мекен. Қисайған шатырлар, қисық шарбақтар, қараңғы терезелер. Автобус негізгі көшеге баяу кірді. Бір жерде ит үрді де, іле-шала үні өшті. Бейне бір, бұл жердің төрт аяқтыларда дыбыс шығармауға дағдыланғандай. Ильяс терезеге жеті көз салды. Ол бұл мекенді бірден таныды. Қызылжар. Анасы тұрған ауыл еді бұл. Қарақшылардың дәл осы көзден таса, ұмыт қалған мекенді таңдағаны кездейсоқ емес еді. Жел айдаған қаңбақтай болып, тағдырдың өзі оны туған топырағын, қорғансыз қалған анасын қорғауға алып келгендей. Оның бұл жерге келмегеніне 2 жылдай уақыт болған. Бірақ көшелердің бәрі есінде. Әрбір бұрылысы, әрбір ескі үйі көз алдында. Автобус ауылдың шетіндегі үлкен ағаш ғимараттың жанына келіп тоқтады. Кезінде бұл ауылдың жалғыз дүкені болатын. Дүкеннің терезелері қазір қалың тақтаймен шегеленіп тасталған екен. Жанында темір қақпасы, жап-жаңа ұзынша сарай тұр. Арт жақтан бағанағы Жигули келіп тоқтады. Одан тағы 2 адам шықты. Біреуі көзінің астында жикі тартылуы бар әскери киімдегі жас жігіт, қолында шолақ мылтығы бар. Екіншісі орта суалған, жүзі сарғайған арық адам. Ол қалтасынан тапаншасын шығарып жатқанда қолдары аздақ қалтырап тұрды. Енді олар 5 болды. Жирен сақалды орнынан көтерілді. Ол жолаушыларға бұрылды. Шығамыз. Даусы салиқалы еді. Біртіндеп қолды басқа қойып. Ол сәл жымиды. Кім қашуға әрекет жасайды, ескертусіз атамын. Тақырбас автобустың есігін айқара ашты. Түнгі суық ауа ішке лап етіп кірді. Ызғар мен түтіннің иісі сезіледі. Алдымен жүргізушіні шығарды. Содан кейін балалы келіншекті. Сосын қалғандарын. Ильяс ең соңғыларының қатарында шықты. Ол айналасына баяу көз тастады. Ауыл ұйқыда жатыр. Бірде-бір терезеде жарық жоқ. Бірде-бір адам көрінбейді. Бейне бір, бұл жерде ешқашан жан баласы тұрмағандай. Бірақ ол мұнда халықтың бар екенін білетін. Тек олар тығылып үйренген еді. Тақырбас оны арқасынан итеріп қалды. Қимылда. Жолаушыларды сарайға қарай айдап әкелді. Кемір қақпа сықырлай ашылды. Іші көзге түртсе, көріксіз қараңғы. Тек тақтайлардың арасынан түскен әлсіз ай сәулесі ғана бар. Халық ішке кіргенде мұрынға бірден жағымсыз иіс келді. Ұлғал, зең, бензин және қағы бір нәрсе. Ескі қанның иісі. Ильяс оны бірден таныды. Соғыс өртін бір рет болсын көрген адам бұл иісті ешқашан басқа нәрсемен шатастырмайды. Қақпа гүрс етіп жабылды. Сыртынан құлып салынды. Қараңғыда біреу үнсіз жылап жіберді. Келіншек сәбиіне бесік жырын сыбырлап айтып жатты. Біреулер ішінен дұға оқи бастады. Көз бірте-бірте қараңғылыққа үйренді. Сарай іші кен екен. Ескі бөшкелер, қаптар, құрал саймандар, тот басқан айырлар жатыр. Еденде қошқылдақтар байқалады. Ильяс қабырғаға жақындап, тақтайларды қолмен сипақ көрді. Кейбіреулері шіріп кеткен екен. Ескі. Мұны кәдеге жаратуға болады. Жанына жүргізуші келіп, жәшікке ауыр күрсініп отыра кетті. Ол басын қос қолдап ұстап алған. Ильяс оның қасына жайғасты. Ақсақал, бұл адамдарды танисыз ба? Қария жанарын көтерді. Көзінен шаршау мен қорқыныш байқалады. Танимын. Ол ақырын сөйледі. Жарты жыл болды осы жерде қожайынсып жүргендеріне. Айналаның бәрін тонайды. Халықтың зәресін алады. Ол есік жаққа бас ізеді. Қарсыласқандар ше? Жым-жылас жоғалды. Ильяс үнсіз қалды. Олар нешеу? 5, деп жауап берді жүргізуші. Бастығы бағанағы жирен сақалды. Қария бір сәт үнсіз қалды. Сосын сөзін жалғады. Айтуларына қарағанда, ол да ауғаннан келген көрінеді. Ильяс басын баяу көтерді. Жүрегі кеудесін жарардай қатты соқты. Оның есіне қарақшының бейнесі түсті. Сұр көздері, жирен сақалы, дөрекі келбеті. Бұл жүзді ол бір жерде көрген еді. Өте ертеде. Кенеттен қақпа сыртынан аяқ дыбыстары естілді. Құлып сырт етті. Қақпа айқара ашылды.
Сарай ішіне шамның сәулесі түсті. Босағада жирен сақалды тұр еді. Ол ішке баяу кіріп, адамдардың алдына келіп тоқтады. Содан кейін оның жанары Ильясқа түсті. Ол көзін сығырайтты. Жақынырақ келді. Шамды оның бетіне тақап қойды. Бірнеше секунд бойы қадала қарап тұрды. Кенеттен оның езуі баяу көтерілді. Үнсіз. Ол мұны ақырын айтты. Бірақ сарай іші бұрынғыдан да суып кеткендей болды. Неткен кездесу. Бірнеше секунд сарай ішінде өлі тыныштық орнады. Жирен сақалдының қолындағы шам Ильястың жүзін жарықтандырып тұр. Сәуле тікелей көзге түсіп тұрса да, ол тіпті кірпік қаққан жоқ. Жирен сақалды баяу бойын тіктеді. Жүзіндегі күлкі бұрынғыдан да кеңейе түсті. Бірақ бұл күлкіде сұмдық жасырынып жатқан еді. Үнсіз. Ол қайтадан ақырын қайталады. Кейбір жолаушылар Ильясқа түсінбей қарады. Бірақ ол міз бақпастан тыныш отыра берді. Ол да бұл адамды таныған еді. Уәлихан. Барлау тобының байланысшысы. Ауған жері. Паншер шатқалы. Осыдан талай жыл бұрынғы оқиға. Ол кезде Уәлихан арық, сарғылт шашты жас жігіт болатын. Бетін сепкіл басқаған. Жанарында ұдайы үрей тұратын. Ол небәрі 22 жаста еді. Соғыстан қатты қорқатын. Бұл оның әрбір қимылынан байқалып тұрушы еді. Қанды шайқастың екінші күні ол ізім қайым жоғалды. Автоматымен байланыс құрылғысын алды да, түн түнегіне сіңіп кете барды. Одан кейін оны ешкім көрген емес. Топ қолбасшысы сол кезде үнсіз ғана күрсінген. Қашып кетті. Шыдамады. Ресми қағазда ол хабарсыз кеткендер қатарына жазылды. Әскер үшін ол баяғыда өлген адам саналатын. Бірақ қазір ол дәл осы жерде тұр. Тірі. Және Ильясқа баяғы сұр көздермен қадала қарап тұр. Күтпеп пе едің? Уәлихан мырс етті. Ол ескі танысын көргендей Ильясты айнала жүріп өтті. Қанша жыл өтті? 12 ме? 13 пе? Ильяс басын көтерді. Аз уақыт емес. Жирен сақалды жымиды. Ал мен сені бірден таныдым. Ол жақынырақ еңкейді. Қолбасшы. Бұл сөзді ол аздаған мысқылмен айтты. Сен өзгеріпсің үнсіз. Қартайыпсың. Ильяс ләм-мим демеді. Жирен сақалды оның алдына жүрелеп отыра кетті. Ең күркілісі не екенін білесің бе? Ол мұны сыбырлап айтты. Мен сені әлдеқашан арам қатты деп ойлаған едім. Сарай бұрышында біреу қорқыныштан қозғалып кетті. Қарақшы бұрылып қарамастан қысқа қайырды. Тыныш отырыңдар. Мен жай ғана ескі досыммен әңгімелесіп жатырмын. Ол қайтадан Ильясқа қарады. Тағдырдың жазуын көрмейсің бе? Ильяс баяу ғана тілі қатты. Сен қашып кеттің. Жирен сақалды бір сәт үнсіз қалды. Сосын мысқылдай күлді. Мен аман қалдым. Сенің кесіріңнен 2 жауынгер шейіт болды. Қарақшының жүзіндегі күлкі сәл бұзылғандай болды. Бірақ толықтай жоғалған жоқ. Бұл соғыс қой қолбасшы, деді ол ақырын ғана. Соғыста адамдар өледі. Ильяс жанарын тайдырмады. Сен топты тастап қаштың. Екеуі бірнеше секунд бір-біріне үнсіз қарап тұрды. Кезінде бір шепте, бір оқтың астында болған 2 адам қазір 2 түрлі майданда тұр еді. Жирен сақалды орнынан тұрды. Жарайды. Ол қолын бір-ақ сілтеді. Әңгіменің қалғанын кейін айтамыз. Ол жолаушыларға бұрылды. Мұқият тыңдаңдар. Оның даусы мұздай суып кетті. Таңертең сендерді тағы бір рет тінтеміз. Ол қабырғаны жағалап баяу жүріп өтті. Егер тығып қалған бірдеңе тапсақ, оңбайсыңдар. Ешкім үн қатпады. Кімді босататынымызды содан кейін шешеміз. Ол сәл кідірді. Ал кімді осында қалдыратынымызды да өземіз білеміз. Балалы келіншек ішін тартып, үнсіз жылап жіберді. Қарақшы оған немқұрайлы көз салды. Кім тіл алса, сол бәлкім аман-есен еліне қайтар. Ол сұрқия жымиды. Ал қалғандары осы жерде мәңгілікке қалады. Ол қайтадан Ильясқа бұрылды. Ал сенімен бөлек сөйлесетін боламыз. Оның жанары қатая түсті. Еске сеп бар емес пе қолбасшы? Ол бір адым артқа шегінді. Қайырлы түн. Жирен сақалды бұрылды да шығып кетті. Шамның жарығы жоғалды. Қақпа қайтадан жабылды. Құлып сырт етті. Қараңғылық қайта орнады. Біраз уақыт ешкім қозғалмады. Содан кейін
Келіншек үнсіз жас төкті. Студент қыз сыбырлап жатты. Бізді өлтіреді. Жүргізуші ауыр күрсінді. Ильяс қозғалыссыз отыр. Ол керем ойға шомған еді. Уәлихан тірі екен. Және бұл жердегі басшы сол. Бұл жай қарақшылардан да қауіпті. Бұл соғыстың не екенін білетін адам. Және қалай өлтіру керектігінде өте жақсы біледі. Ильяс баяу орнынан тұрып, сарайдың қабырғасын жағалап жүрді. Қараңғыда ол тақтайларды сипалап көрді. Кейбіреулері мықты екен. Бірақ әрі қарай бұрышқа таман ол басқа нәрсені сезді. Ағаш жұмсақ еді, әбден шіріген. Ол итеріп көрді. Тақтай сәл ішке кірді. Жаман емес. Ол тағы бір рет қаттырақ итерді. Тақтай арасы сәл ашылды. Сырттан дауыстар естіледі. Қарақшылар үйдің жанында отырып, әңгіме дүкен құрып жатқан көрінеді. Оқта-текте күлкілер естіледі. Кейде шөлмектің сыңғыры шығады. Ішіп жатыр екен. Жақсы болды. Мас адам міндетті түрде қателікке бой алдырады. Ильяс жүргізушінің жанына жүрелеп отырды. Түнде бұларды неше адам күзетеді? Қария ақырын жауап қатты. Екеу. Қалғандар ше? Үйде ұйықтайды. Ильяс бас изеді. Демек, мүмкіндік бар. Оларға студент қыз ақырын жақындап келді. Сіз әскери адамсыз ба? Ильяс оған көз салды. Қыз дірілдеп отыр екен. Кезінде болғанмын. Бізді бұл жерден алып шыға аласыз ба? Ол бірнеше секунд үнсіз қалды. Сосын ақырын тіл қатты. Тырысып көрейін. Балалы келіншек те жақындай түсті. Жалынамын сізге. Ильяс балақайға қарады. Ол анасының құшағына тығылып, тәтті ұйқыда жатыр. Тып-тыныш, пәк періште. Ол қайтадан қабырғаға бұрылды. Жоспар өз-өзінен құрыла бастады. Алдымен сыртқа шығу. Күзетшілердің көзін үнсіз құрту. Сарайды ашу. Халықты орманға қарай алып шығу. Ал содан кейін ол кілт тоқтады. Ауылдың қақ ортасында анасының үйі тұрған. Егер Уәлихан оның қашып кеткенін білсе, ең алдымен сол жаққа беттейді. Ильяс жұдырығын баяу тиді. Жоқ, бұған жол бермейді. Сарайдың қараңғылығында оның жанары мұздай суып кетті. Соғыс әлдеқашан аяқталғандай көрінген еді. Бірақ дәл осы түнде ол қайта оралды. Және бұл жолы майдан даласы дәл осы жерде. Қызылжар ауылында. Түн ауылға баяу өз пердесін жақты. Сарай іші бұрынғыдан да қараңғылана түсті. Тақтайлар арасындағы тар саңылаулардан айдың әлсіз сәулесі ғана түсіп тұр. Халық жылынуға тырысқандай, бір-біріне тығылып үнсіз отыр. Кейде біреудің ауыр күрсінгені естіледі. Оқта-текте іштей оқылған дұғаның сыбыры шығады. Ильяс қабырға жағалап отырып, құлақ түріп отыр. Ол айналасындағы адамдарға қараған жоқ. Оның бар назары сыртта еді. Әрбір дыбыстың маңызы зор. Сарайдың сыртында тақтай сықырлады. Содан кейін күлкі естілді. Қарақшылар үйдің кіреберісінде отыр. Дауыстарына қарап, екеу екенін аңғару қиын емес. Оқта-текте шөлмек сыңғырлайды. Сосын біреуінің жөтелгені естілді. Олар ішімдік ішіп отыр. Ильяс күтті. Ол бастысы асықпау керектігін білетін. Соғыста мерген кейде нысанасы көрінгенше, сағаттап қозғалсыз жатады. Бұл жерде де дәл солай еді. Уақыт тым баяу жылжып жатты. Балалы келіншек ақырын бесік жырын ыңылдап айтып отыр. Студент қыз жүргізушінің жанында қараңғылыққа телміріп қалған. Бірте-бірте сырттағы дыбыстар бәсеңдей бастады. Күлкі сат тыйылды. Қарақшылардың бірі күбірлеп бірдеңе айтты. Содан кейін қайтадан тыныштық орнады. Ильяс баяу орнынан тұрды. Ол қайтадан сарай бұрышындағы шіріген тақтайларға барды. Абайлап итерді. Тақтай ақырын сықырлап, сәл ішке кірді. Ол тоқтай қалды. Құлақ түрді. Сыртта ешкім қозғалған жоқ. Сонда ол қаттырақ итерді. Ағаш әрең естілер деш тырлады. Саңылау кение түсті. Тағы бір тақтай. Тағы да. Бірнеше минуттан соң қабырғада адам сиятындай тар әрі қараңғы тесік пайда болды. Ильяс артына бұрылды. Күтімдер, деді ол сыбырлап. Жүргізуші бас изеді. Келіншек сәбиін қаттырақ құшақтады. Ильяс тізе бүгіп, басын абайлап сыртқа шығарды. Түн суық әрі тып-тыныш екен. Ауыл төбесінде тұрған ай ауланы бозғылт нұрға бөлеп тұр. Сарай ауланың шетінде орналасқан. Үйге дейін
10 шақты метрдей жер бар. Кіреберісте шынымен де екеуі отыр екен. Біреуі қабырғаға сүйеніп қалқып кеткен сыңайлы. Екіншісі қолындағы шөлмекті ұстап, жалқаулана темекі тартып отыр. Автоматы басқышқа сүйеулі тұр. Ильяс сыртқа шықты. Ол еш дыбыс шығармай өте баяу қимылдады. Аяқ астындағы шөп дымқыл екен. Ауада түтін мен ылғалдың иісі бар. Ол сарай қабырғасына жабысып, қайтадан мелшиіп тұрып қалды. Қарақшылардың бірі шынымен де ұйқыға кеткен екен. Екіншісі әлі отыр, бірақ басы кеудесіне жиі құлай берді. Ішімдік өз дегенін істеп жатыр еді. Ильяс жерге көз салды. Сарайдың жанында ескі құралдың бөлшегіндей ауыр темір сынығы жатыр екен. Ол оны қолына алды. Темір ауыр, әрі бір ұшы айтарлықтай үшкіреді. Жарайды. Ильяс алға қарай баяу жылжыды. Бір қадам, тағы бір қадам. 5 метр, 3 метр. Кіреберістегі қарақшы кенеттен басын көтерді. Оның жанары бұлыңғыр еді. Ол адамның сұлбасын көріп, қабағын түйді. «Әй!» Бірақ сөзін аяқтап үлгермеді. Ильяс алға ұмтылды. Соққы өте жылдам әрі дәл тиді. Ауыр темір қарақшының шекесіне дөт тиді. Қарақшы дыбыс шығармастан бүк түсіп құлады. Екіншісі шудан оянып кетті. Ол автоматына ұмтылып еді, бірақ Ильяс оның жанынан табылды. Екінші соққы оның тынысын бір жола қиды. Қарақшы қылдаған күйі басқыштан жерге сұлап түсті. Бірнеше секундтан соң айнала қайтадан жым-жырт бола қалды. Кек шөп арасындағы шеверткелердің шырлы ғана естіледі. Ильяс ауыр дем алды. Соғыс өрті тез тұтанады. Кек бастасаң болғаны. Ол еңкейіп автоматты қолын алды. Оғын тексерді. Толық. Өте жақсы. Екінші қарақшының тапаншасын суырып алды. Оның да оғы бар екен. Енді оның қолында қару бар. Ол сарайға тез оралды. Шығыңдар. Ол мұны сыбырлап айтты. Алдымен жүргізуші шықты. Одан кейін студент қыз, сосын балалы келіншек. Халық бірінен соң бірі сыртқа шығып жатты. Біреу сүрініп кетті. Біреу үнсіз жылап келеді. Бірақ бәрі де барынша білдірмей, тыныш жүруге тырысты. Ильяс қолмен бақытты көрсетіп тұрды. Орманға. Сарайдың артында қалың ағаштар басталған еді. Адамдар бірінен соң бірі қараңғы орманға сіңіп кетті. Бірнеше минуттан соң аула босап қалды. 15 адамның бәрі түн түнегіне жасырынды. Ильяс жалғыз қалды. Ол сарайдың жанында тұрып үйге көз салды. Терезелер тастай қараңғы, бірақ іште қалғандары ұйықтап жатыр. Уәлихан, Тақырбас және тағы біреуі. Кетіп қалуға болар еді. Жай ғана орманға кіріп, адамдарды қуып жетіп, тас жолға шығып, аман қалуға мүмкіндік бар. Бірақ таң ата Уәлихан бұл қашуды кім ұйымдастырған бірден түсінеді. Және ол ең алдымен ауылдың орталығына беттейді. Айша апаның үйіне. Ильястың туған анасына. Ұлын ұзақ жылдар бойы сарыла күткен қартайған бейбаққа. Ильяс қолындағы автоматын баяу көтерді. Жанары қатая түсті. Жоқ, ол ешқайда кетпейді. Бұл түн әлі аяқталған жоқ. Ал мына үйдегілер барлық қылмысы үшін жауап беруі тиіс. Ильяс түн тыныштығына құлақ түріп, қозғалыссыз тұр. Артындағы сарай ылғалдан ақырын сытырлайды. Аула жым-жырт. Кіреберістегі екі дене айдың бозғылт сәулесімен мелшиіп жатыр. Алдындағы үй тым қараңғы әрі тыныш көрінді. Тым тыныш. Ол іште ұйықтап жатқандарды біледі. Уәлихан, Тақырбас және тағы біреу. Адам қанына жерік болған қаншерлер. Ильяс сарайдың қабырғасына баяу жақындады. Ішінде бағана құрал саймандардың арасынан көзі шалып қалған жанармай толы құты тұр еді. Ол оны қолына алып салмақтап көрді. Ауыр екен. 20 литрдей бар. Жоспар лезде құрылды. Үйге тікелей шабуыл жасау нағыз ақымақтық. Тіпті біреуін атып үлгергеннің өзінде қалғандары жан-жақтан оқ жаудырары хақ. Бірақ жалын оларды сыртқа шығуға мәжбүрлей алады. Ол құтыны ақырын ашты. Бензиннің өткір иісі қолқаны қатты. Ильяс сарай қабырғасын жағалап, тақтайларға жанармай шашып шықты. Содан кейін шатырға. Одан соң қақпа жанындағы бұрышқа тағы біраз төкті. Ағаш ескі әрі қураттыр еді. Ол лезде тұтанады. Ол қызмет еткен жылдардан бері
жаннан тастамайтын ескі әскери оттығын шығарды. Бірнеше секунд ол сарайға қараттырды. Сосын оттықтың дөңгелегін сырт еткізді. Кішкентай ғана сары жалын лап етіп жана түсті. Ильяс еңкейіп, оттықтың жалынын жанармайға тақады. От алдымен баяу ғана тұтанды. Содан кейін қызыл жалын тақтай бойымен жоғары қарай лап қойды. Бірнеше сәттен соң от шатырды жалмап жатты. Айналаның ыстығы күшейе түсті. Қураған ағаш шатырлап, қою түтін түнгі аспанға будақтай көтерілді. Ильяс үйдің бұрышындағы қараңғылыққа қарай шегінді. Ол қолындағы автоматын оқтаулы күйінде кезенген қалпы ұстаттырды. 1 минуттай уақыт өткенде үй ішіндегілер азан-қазан болды. Алдымен есік жылқы ашылды. Сосын әлдекімнің жанышыра айқайлаған дауысы шықты. Өрт. Терезе айқара ашылып, одан тақырбас көрінді. Үстінде жейдесі жоқ, жалаңаш денелі екен. Қарғыс атқыр, сарай өртеніп жатыр. Үйдің есігі жылқы ашылып, далаға бірден 4 адам атып шықты. Автомат асынған тақырбас, тапанша ұстаған арық қарақшы, қолында шолақ мылтығы бар әскери киімдегі жас жігіт және Уәлихан. Олардың бәрі лаулап жатқан сарайға қарай тұра жүгірді. Ильяс қараңғы түкпірден бір адым алға шықты. Автоматын иығына тіреп, нысанаға алды. Орындарынан қозғалмаңдар. Оның дауысы өте салиқалы шықты. Бірақ қарақшылар істің насырға шапқанын бірден түсінді. Уәлихан кілт бұрылды. Ауланың екі шетінде тұрған екеудің жанары түйісті. Бір сәтке уақыт тоқтап қалғандай болды. Содан кейін Уәлихан айқай салды. Бұл үнсіз ғой. Тақырбас автоматын кезе үлгергенше, Ильяс шүріппені бірінші болып басты. Қысқа атылған оқ үні тыныштықты қақтылды. 3 рет атылған оқ. Тақырбас жұлқына құлап, жерге сұлап түсті. Арық қарақшы тапаншасын көтерді. Оқ дәл сол мезетте атылды. Қорғасын оқ Ильястың жанындағы қабырғаға сарт ете қалды. Ол да кідірместен жауап қатты. Тағы бір қысқа атылған оқ. Арық қарақшы шалқасынан құлады. Шолақ мылтықты жас жігіт көлікке қарай тұра қашты. Бірақ Уәлихан оны иығынан жұлқа тартып үйге қарай сүйреді. Артқа қайт. Ильяс тағы бір мәрте оқ жаудырды. Оқтар олардың гуй дәл жанынан зулап өтті. Бір оқ есіктің жақтауына тиіп, ағаш шаңқаларын ұшырып жіберді. Уәлихан жас жігітті ішке қарай итеріп жіберді. Есік тарс жабылды. Аула іші қайтадан хаосқа айналды. Сарай қазір лаулап жанып жатыр еді. Айналаның ыстығына төзу мүмкін емес. Ағаш шытырлайды. Шатыр ортасына түсе бастады. Ильяс шарбаққа қарай жылдам ауысып, бұрышқа тығылды. Жүрегі кеудесіне сыймай дүрсілдегенімен, ақылы мұздай салқын еді. Екеуі жер жастанды. Қалғаны екеу ғана. Уәлихан және анау шолақ мылтықты жас жігіт. Бірнеше сәт үнсіздік орнады. Содан кейін ескі көліктің тасасынан бір дауыс шықты. Ей! Ильяс жауап қатпады. Әскери аға! Дауыс қайтадан жанышыра шықты. Менің өлгім келмейді. Бұл бағанағы жас қарақшы еді. Ол көліктің артына тығылып алыпты. Бәрін бастаған Уәлихан. Ол бар даусымен айқайлады. Мен жай ғана соның бұйрығын орындадым. Ильяс үнсіз қалды. Ол үйдің терезелерін қырағылықпен бақылап тұр. Жас жігіт сөзін жалғастыра берді. Менің отбасым бар, түсінесіз бе? Үнсіздік. Содан кейін көлік тасасынан тапанша ұшып шықты. Ол тасқа тиіп, сыңғыр ете түсті. Менде қару жоқ. Жігіт тағы да айқайлады. Берілемін. Бір сәттен соң ол көліктің қалқасынан бой көрсетті. Екі қолын жоғары көтерген. Өңі қуарып кеткен. Ол алға бір қадам жасады, сосын екіншісін. Ильяс оны көздеген күйі ұстаттырды. Бірақ ішкі түйсігі бір сұмдықты сездірді. Бірдеңе дұрыс емес. Дәл сол мезетте үйдің керезесінен от жарқ етті. Оқ атылды. Қорғасын оқ Ильястың иығының үстінен зу ете қалды. Уәлихан, ол өз адамын қорғап тұр екен. Жігіт дереу көлікке қарай кері ұмтылды. Ильяс оқ жаудырды. Оқ қарақшының аяғына дөт тиді. Ол бақырып жіберіп, жерге құлады. Үйдің терезесінен қайтадан оқ борады. Оқтар шарбаққа тиіп жатыр. Ағаш шаңқалары жан-жаққа ұшты. Ильяс
жерге жабыса түсті. Бірнеше сәттен соң атыс саябырсыды. Ол бұрыштан авайлап сыртқа көз тастады. Үйдің терезесі шағылған екен. Ішінде бір сұлба қозғалып жүр. Уәлиханның дауысы саңқ ете қалды. Тіпті көңілді шықты. Ал үнсіз. Оның мысқылдаған күлкісі ауланы жаңғыртып кетті. Бәрі осылай оңай біте салады деп ойлап па едің? Ильяс ләм-мим демеді. Кек қолындағы автоматын қаттырақ қысты. Түн әлі аяқталған жоқ. Және бұл соғысты. Соңғы оқ атылғаннан кейін бірнеше секунд бойы түсініксіз тыныштық орнады. Сарай лаулап жанып жатыр. От шатырды толықтай шарпыған. Көп ұзамай ол гүрс етіп ортасына түсті. От ұшқындары аспанға шапшып, ауланы қып-қызыл нұрға бөледі. Ильяс ауыр дем алды. Ол шарбақтың артында жерге жабыса түсіп, автоматын үйге кезенген күйі жатыр еді. Уәлихан оқ атпады. Бірақ бұл оның берілгенін білдірмейтін. Керісінше, аяғынан оқ деген жас жігіт көліктің тасасында ыңырсып жатыр. Ол енді қозғалуға әрекеттенген де жоқ. Ильяс оған назар аударған емес. Оның бар назары үйдеді. Оның ішінде өзі көп жыл бұрын таныған адам бар. Кезінде бір барлау тобында қатар тұрып, қазір оның көзін құртуға тырысып жатқан адам. Шағылған терезеден қайтадан Уәлиханның дауысы естілді. Үнсіз. Ол көшедегі көршісімен сөйлесіп тұрғандай қатты айқайлады. Қанша жыл өтсе де, сен баяғы қалпыңнан өзгермепсің. Үнсіздік. Әлі де әр қадамыңды есептеп жүрсің бе? Ильяс жауап қатпады. Ол шарбақты жағалап, орнын ауыстырып жатты. Тізе астындағы қиыршық тас ақырын сықырлайды. Паншер есінде ме? Уәлихан сөзін жалғастырды. Оның дауысы енді салиқалырақ шықты. Тұтас бір дұшпан тобына қарсы 8 адам қалған едік. Ильяс кілт тоқтады. Оның бәрі есінде. Таулар, тастар, қапырық ыстық. Және 2 күн. Сусыз өткен 2 күн. Уәлихан әр қарай жалғады. Сен сол кезде шептен шегінбеуді бұйырдым. Көмек келеді дедің. Ильяс ақырын ғана жауап қатты. Көмек келді ғой. Керезеден қысқа күлкі естілді. 3 күннен кейін. Ол кезде үшеуі тас арасында жан тәсілім еткен еді. Ильяс қозғалмады. Сол кезде мен не түсіндім білесің бе? Деді Уәлихан. Бөтен біреудің бұйрығы үшін өлу нағыз ақмақтық екен. Ол қайтадан қарқылдақ күлді. Ал сен әлде бұйрықтарға сенесің бе? Сарайдағы от бұрынғыдан да қаттырақ шытырлады. Шатыр толығымен ішке құлады. Аула жап-жарық болды. Осы жарықтың арқасында Ильяс керезеде жылт еткен сұлбаны байқап қалды. Ол лезде автоматын көтерді. Оқ жаудырды. Керезе жақтауы шашырап кетті. Сұлба ғайып болды. Қайтадан тыныштық орнады. Содан кейін үйдің есігі жұлқи ашылды. Уәлихан сыртқа атып шықты. Ол өте жылдам қимылдады. Жаралы адам үшін тым жылдам. Қолындағы автоматмен ол бірден оқ боратты. Оқтар шарбаққа тиіп, ағаш шаңқаларын ұшырып жатты. Ильяс бір жаққа қарай домалап түсіп, қысқа оқпен жауап қайтарды. Оқтар Уәлиханның дәл жанынан өтті. Ол үйдің бұрышына секіріп барып, көзден ғайып болды. Олар қайтадан текетіреске түсті. Бірақ бұл жолы ашық алаңда еді. Ильяс тізесіне тұрды. Ол жағдайды тез бағамдады. Үй, көлік, лаулап жатқан сарай және ауыл сыртындағы орман. Уәлихан сол жаққа қашып кетуі мүмкін. Онда оны табу мүмкін болмайды. Ильяс алға ұмтылды. Ол автоматын кезенген күйі еңкейіп жүріп келеді. Сарайдың оты ауланы жарықтандырып тұр. Бірақ үйдің айналасын қараңғылық басқан. Ол қабырғаға жақындап, соған жабыса қалды. Демалыс естіледі. Дәл жақын маңда. Ильяс бір қадам жасады. Дәл осы сәтте бұрыштан Уәлихан атып шықты. Олар бір-бірін қатар көрді. Уәлихан автоматын көтерді. Ильяс шүріппені басты. Бірақ қарудан тек бос сарт еткен дыбыс шықты. Оқ біткен еді. Уәлихан тісін ақсита күлді. Міне, енді сөйлесеміз. Ол алға ұмтылды. Ильяс автоматын лақтырып жіберіп, оған қарсы қадам жасады. Уәлихан қарудың дүмбісімен ұрды. Ильяс жалтарып үлгерді. Соққы далаға кетті. Ол қарудың ұңғысынан қос қолдап ұстап алып, төмен қарай жұлқа тартты. Автомат Уәлиханның қолынан сусып түсіп,
жерге құлады. Енді олар қарусыз, бір-біріне қарсы қарап тұр. Тек ауыр дем ғана естіледі. Беттерін оттың жалыны шарпып тұр. Уәлихан жиі дем алды. Оның ернінде оғаш күлкі пайда болды. Ақыры әділ жекпе-жекке шығатын болдық қой, деді ол. Ол күтпеген жерден соққы жасады. Жұдырығы Ильястың жағына сарт ете қалды. Ол бір адым артқа шегінді, бірақ құлаған жоқ. Жауап соққы табырғаға тиді. Уәлихан қырылдап дем шығарды, бірақ қайтадан тұра ұмтылды. Екеуі арпалыса кетті. Соққылар, итерісу, арпалыстың тыншыққан дыбыстары. Жақын жерде от шытырлап жанып жатыр. Ұшқындар жерге төгілуде. Уәлихан шынтағымен ұрды. Ильяс оның қолын қағып жіберіп, өзін кілт бұрып жіберді. Ол тепе-теңдігін жоғалтып, тізелей құлады. Бірақ бірден қарғып тұрды. Оның бойында күште, ыза да жетерлік еді. Сен менен үнемі мықты едің, деп ысылдады ол. Ол қайтадан ұрды. Ильяс соққыға тосқауыл қойып, оны кейін итеріп жіберді. Уәлихан кері шегініп кетті. Бір сәтке олар қайтадан мелшіп тұрып қалды. Жанып жатқан сарайдың жарығындағы екі сұлба. Бәрібір сен мені тоқтата алмайсың, деді Уәлихан. Ол кілт бұрылып тұра қашты. Тура орманға қарай. Ильяс оның соңынан тұра жүгірді. Бұтақтар бетті осып өтеді. Аяқ астындағы шөп тайғанақ. Алда сұлба бұлдырайды. Олар қараңғылықтың қойнауына тереңдей берді. Алда ағаштардың арасынан қараңғы бетон құрылыс бой көтере бастады. Ескі әскери бункер. Уәлихан соның ішіне сүңгіп кетті. Ильяс кіреберісте бір сәтке кідірді. Іштен дауыс шықты. Кір, үнсіз! Жаңғырық бетон қабырғаларды бойлай ұшты. Бұл соғысты аяқтайтын кез келді. Ильяс бункердің аузында тоқтап қалды. Ескі бетон ғимараттың жартысы жер астына кіріп тұр. Қабырғаларын мүк басқан, ал ішінен ызғар мен дымқылдың иісі еседі. Кезінде бұл жерде әскери нысан болған шығар. Қазір тек қаңқасы ғана қалған. Кіреберістің қараңғы қуысы оған ашылған арандай көрінді. Іштен Уәлиханның дауысы естілді. Немене үнсіз? Қорқып тұрсың ба? Жаңғырық бетон дәліздерді бойлай жүріп өтті. Ильяс ештеңе демеді. Ол жүрелеп отырып, жерден тас алды. Оны бункердің қараңғылығына абайлап лақтырды. Қас еденмен домалап кетті. Бірнеше рет бетонға соғылып үні өшті. Оқ атылған жоқ. Демек, Уәлихан дыбыс шыққан жаққа оқ жаудырған жоқ. Ол күтіп отыр. Ильяс ішке қарай баяу қадам басты. Қараңғылық оны бірден жұтып қойды. Көзі бірден үйрен алған жоқ. Кек таңның әлсіз жарығы кіреберіс пен төбедегі тар саңылаулардан ғана түсіп тұр. Ішінен зең мен тоттың иісі мүңкиді. Түкпірде су тамшылап тұр. Тып-тыныш. Әрбір дыбыс жаңғырығып естіледі. Ильяс қабырғаны саусақтармен жанай отырып, баяу ілгеріледі. Қадам артынан қадам, абайлап. Кеңістіктің тынысын тыңдап. Соғыс бір ғана қағиданы үйретеді. Сені күтіп тұрған жерге ешқашан тура барма. Дәліз алға қарай созылып, екіге айырылды. Түкпірден дауыс естілді. Бізді қараңғыда қалай жүруге үйреткенің есінде ме? Бұл Уәлихан еді. Үнемі қабырғаны жағалап. Үнсіз, қадам артынан қадам. Ол ақырым күлді. Көрдің бе? Мен біраз нәрсені жадында сақтаппын. Ильяс жүре берді. Ол үн қатпады. Дауыс дәліздерде жаңғырғып жүргендіктен, Уәлиханның нақты қай жерде тұрғанын түсіну мүмкін емес еді. Білесің бе үнсіз, деп жалғастырды ол. Мен сол түн туралы жиі ойлайтынмын. Үнсіздік. Мен кетіп қалғанда. Ильяс жол айрығында тоқтады. Бір дәліз оңға, екіншісі солға бұрылады. Сен мені қорыққаннан қашты деп ойлайсың ба? Деді Уәлихан. Тыныштық. Содан кейін дауыс жақынырақ шықты. Жоқ. Ол салиқалырақ сөйледі. Мен жай ғана сендерден бұрын түсіндім. Ильяс солға бұрылды. Нені түсіндің? Деп сұрады ол ақырын ғана. Жауап іле-шала келді. Бізді ол жерде тастап кеткен. Дауыс қатая түсті. Біз тау-тастың арасында 2 тәулік отырдық. Сусыз. Байланыс үзілген. Оқтың астында қалдық. Ол сәл кідірді.
Ал сен үнемі бір сөзді қайталадың. Көмек келет дедің. Ильяс тоқтап қалды. Көмек келді ғой. Уәлихан қайтадан қарқылдап күлді. Топтың тең жартысы жер жастам жатқан кезде ме? Оның күлкісі суық бетон қабырғаларда жаңғырығып кетті. Менің сол кезде не көргенімді білесің бе? Оның дауысы бәсеңдей түсті. Мақсаттың қансырап жатқанын, Сәкеннің оның жарақатын таңуға тырысқанын, және сенің қартаға телміріп, барлық сұрақтың жауабын сол жерден таппақ болғаныңды көрдім. Ильяс баяу алға жылжып берді. Дәліз кеңейіп, оны шағын бөлмеге алып шықты. Төбедегі тар саңылаудан жарық түсіп тұр еді. Осы бозғылт сәуленің астында Уәлихан тұр. Ол қабырғаға сүйеніп алыпты. Өңі қуарып беткен. Иығындағы жарақаты сыр беріп, хәлі мүшкіл екені көрініп тұрды. Бірақ жанары баяғыдай мұздай суық. Міне, кездестік қой, деді ол. Қолында кездігі бар екен. Суық қарудың жүзі жарықпен шағылысып, жарқ ете түсті. Ешқандай автоматсыз, ешқандай бұйрықсыз. Жай ғана екі адам. Ильяс бірнеше қадам жерде тоқтады. Сен жазықсыз жандардың қанына ортақ болдың ба? Ол бұны өте салиқалы жеткізді. Уәлихан иығын қушырды. Жазықсыз дейсің бе? Ол мырс етті. Ал ауғанда кім жазықсыз еді? Ол бір адым алға басты. Сен бұл туралы еш ойланып көрдің бе? Қанша адамның өмірін қидың? Ильяс жауап қатпады. Уәлихан сөзін жалғады. 200 бе? 300 бе? Ол басын сәл қисайтты. Сен мерген болдың емес пе? Үнсіздік. Және мұның бәрін бұйрықпен істедің. Ол тағы да күлді. Ал мен дәл сол нәрсені бұйрықсыз ғана істедім. Бар айырмашылығымыз осы ғана. Ильяс басын баяу шайқады. Айырмашылық жер мен көктей. Мен қан майданда жауға оқ аттым. Уәлихан жақындай түсті. Ал мен тірі қалу үшін аттым. Ол қолындағы кездігін көтерді. Және не екенін білесің бе? Оның дауысы бәсеңдеді. Мен еш өкінбеймін. Олар бір-біріне қарсы қарап тұрды. Екі ортада бірнеше қадам жер бар. Суық бетон қабырғалар, тамшылаған су. Және ешқашан аяқталмаған сұрапыл соғыс жылдары. Уәлихан кенеттен алға ұмтылды. Суық қару ауада жарқ етті. Соққы өте шапшаң болды. Бірақ Ильяс мұны күткен еді. Ол сәл шетке ығысты. Кездік далаға кетті. Келесі сәтте олар бетпе-бет келді. Ешбір дыбыссыз арпалса кетті. Ильяс дұшпанның қару ұстаған қолын қағып үлгеріп, кілт шетке қайырды. Суық қарудың жүзі күртешесін тіліп өткенімен денесіне дарымады. Дәл сол мезетте ол қарсыласының кеудесінен иығымен қатты соқты. Екеуі де кепе-теңдігін жоғалтып алды. Содан қатты гүрс еткен дыбыспен бетон қабырғаға соғылды. Уәлихан қолын жұлқып алып, қайтадан кездігін сілтеді. Төменнен жоғары қарай бағытталған өте қауіпті соққы еді. Ильяс жалтарып үлгерді. Қару тек киімінің шетін ғана іліп кетті. Ол Уәлиханның білегінен шап беріп ұстап, қолын қатты бұрап жіберді. Кездік сыңғыр етіп жерге түсті де, қараңғылыққа қарай домалап кетті. Енді олар қарусыз, құр қолмен арпалыса бастады. Уәлихан бірінші болып жұдырық сілтеді. Ауыр соққы Ильястың жағына тиді. Көзінен от шашырап кеткендей болды. Ильяс та қарақ қалмай, оның кеудесінен ұрды. Уәлихан бүктетіліп түсті. Тыншыға дем алғанымен қайтадан алға ұмтылды. Олар екі аш қасқырдай жұлқыласа кетті. Ауыр соққылар, итерісу, арпалыстың тұншыққан дыбыстары бетон қабырғаларда жаңғырғады. Уәлихан шынтағымен қабырғадан ұрды. Тұла бойын ауырсыну сезімі билеп кетті. Ильяс бір қадам артқа шегінді. Уәлихан осы сәтті пайдаланып, оны жерге алып түспек ниетпен қайтадан тұра ұмтылды. Екеуі бетон еденге гүрс етіп құлады. Айналаға шаң көтерілді. Бір-бірін алқымнан алмақ болып, бірнеше секунд еденде аунап жатты. Уәлихан үстіне шығып алды. Оның саусақтары Ильястың кеңірдегіне жабыса кетті. «Өл!» деп ысылдады ол тісінің арасынан. Қылғындырған қолдардың күші арта түсті. Қын салу қиындады. Ильяс оны үстінен алып тастауға тырысқанымен, күші сарқылып бара жатқан еді. Көзі қарауытып, әлсірей бастады. Дәл сол кезде оның қолы еденде жатқан бетон сынығына ілінді. Өте үшкір тас еді.
Ол оны алақанымен қатты қысып алды да, бар күшімен сілтеп қалды. Бұл тас Уәлиханның шекесіне дөт тиді. Ол бақырып жіберіп, қос қолын Ильястың алқымынан босатуға мәжбүр болды. Ильяс терең дем алып, бар күшімен оны итеріп жіберді. Уәлихан шетке қарай ұшып түсті. Екеуі де бір сәтте орындарынан тұрды. Ауыр дем алып жатыр. Бет ауыздары шаң мен қанға боялған. Уәлихан жарылған қабағын қолмен сүртіп жіберді. «Қырсық неме?» деп ысылдады ол. Ильяс ләм-мим демеді. Ол бір қадам алға басты. Уәлихан да. Олар қайтадан текетіреске түсті. Соққы, тосқауыл, тағы бір соққы. Әзір бір қимыл ауыр тиіп жатты. Күш-қуат сарқылып барады. Бірақ екеуінің де шегінер ойы жоқ. Уәлихан тізесімен қатты ұрып жіберді. Ильяс оның аяғынан ұстап үлгеріп, қабырғаға қарай бар күшімен итерді. Бетон оның арқасына гүрс ете түсті. Уәлихан ыңырсып жіберсе де, бауырдан ауыр соққымен жауап қайтарды. Тұла бойын ауырсыну сезімі билеп кетті. Ильяс бір сәтке бүктетіліп қалды. Уәлихан осы сәтті пайдаланып қалуға тырысты. Ол алға ұмтылып, Ильясты жерге жығып түсті. Олар бөлмеден дәлізге қарай домалап шықты. Содан кейін әрі қарай жалғасты. Бункердің дәл есік алдына дейін. Ішке таңғы салқын ауа лақ қойды. Екеуі сыртта қарай құлап түсті. Шөттім үстіне. Сыртта таң атып келе жатыр еді. Орман үстіндегі аспан бозғылт сұр түске енді. Құстар ояна бастады. Ильяс жерде ауыр дем алып жатыр. Уәлихан тізесіне тұрды. Оның бет аузы қаныш тоса. Мұрны сынған. Ол жөтеліп барып, шөпке түкіріп тастады. Сосын баяу бойын тіктеді. «Бітті үнсіз», деді ол, қырылдаған дауыспен. Ақыры келді. Ол алға бір қадам жасады. Бірақ қимылы өте баяу еді. Оның да күші таусылуға таяған. Ильяс орнынан тұрды. Әрбір алған демі қабырғасына қатты батып тұр. Олар алаңқайда бір-біріне қарсы қарап тұрды. Шөпке таңғы шық түскен. Ағаштардың артынан күн көтеріліп келе жатты. Уәлихан жұдырығын тиді. «Кәне», деді ол, ақырын ғана. «Аяқтайық». Ол алға ұмтылып соққы жұмсамақ болды. Бірақ соққысы тым әлсіз шықты. Ильяс оның қолын оңай қағып алып, артына қайырып жіберді. Уәлихан бақырып жіберіп тізесіне құлады. Бір секундтан соң ол етпетінен шөкке сұлап түсті. Ильяс оның қос жауырынының ортасынан тізесімен басып қалды. Уәлихан ауыр дем алып жатыр. Бірнеше секунд екеуі де үнсіз қалды. Содан кейін Уәлихан кенеттен ақырын күліп жіберді. Күлкісі қарлыққан әрі шаршаңқ еді. «Қызығы не екенін білесің бе?» Ол басын сәл бұрды. «Мен үнемі саған қызғанышпен қарайтынмын». Ильяс қабағын тиді. «Сен нағыз батыр, топ қолбасшысы болдың». Уәлихан жөтеліп қалды. «Ал мен жай ғана қатардағы байланысшы едім». Ол мырс етті. «Тіпті қазірдің өзінде сен бәрібір батыр болып қала бердің». Ильяс алдағы орманға көз салды. Күн көкжиектен көтеріліп келеді. Жаңа күн басталды. «Мені өлтір», деді Уәлихан ақырын ғана. «Мені милицияның қолына берме». Ол ауыр дем шығарды. «Тым құрығанда бір рет солдат сияқты өлейінші». Ильяс үнсіз қалды. Жел шөпті баяу тербейді. Көз алдынан бейнелер тізіліп өтті. Автобус жолаушылары, балалы келіншек, сарайдағы халық және анасы. Ол тізесін баяу көтеріп алды. Уәлихан таңырғап шалқасынан түсті. Ильяс оған қарап тұрды. «Тұр!» Уәлихан қозғалмады. «Неге?» Ильяс өте салиқалы жауап қатты. «Өйткені мен қарусыз адамды өлтірмеймін». Ол бұрылып орманға қарай беттеді. Уәлихан оның соңынан ұзақ қарап тұрды. Содан кейін ақырын ғана тіл қатты. «Әлі-ақ өкінесің». Ильяс орман ішімен баяу жүріп келеді. Әрбір қадамы қабырғасына қатты батады. Ерніндегі қан кеуіп қалған. Тыныс алуы ауыр. Бірақ ол алға қарай жүре берді. Артында бетон бункер қалды. Онымен бірге Уәлихан да. Аяқ астындағы шөп таңғы шықтан дымқылданып тұр еді. Күн көкжиектен биіктей түсті.
Қарағайлардың қалың бұтақтарының арасынан нұрын шашып, орманда біртіндеп оянып келе жатты. Алыстан құстың дауысы естіледі. Жел жапырақтарды баяу тербейді. Бірақ Ильястың жан дүниесі құлазып тұрды. Ол істің мұнымен бітпегенін ішімен сезді. Егер Вәлихан бостандықта қалса, бұл сұмдық қайталануы әбден мүмкін. Ол жаңадан қарақшылар тобын жинауы ықтимал. Ауылға қайта оралуы да ғажап емес. Жазықсыз жандардың қанын қайта төгуі мүмкін. Дегенмен, Ильяс өз таңдауын жасаған еді. Қарусыз жерде жатқан адамға ол ешқашан оқ атпайды. Тіпті ол қас дұшпаны болса да, ер намысы оған жол бермейді. Бірнеше минуттан соң ағаштар сирей бастады. Алдан Қызылжардың алғашқы үйлері көрінді. Баяғы көше, баяғы қисайған шарбақтар, баяғы ескі үйлер. Кек қазір бәрі мүлде басқаша көрінді. Халық оянып үлгерген екен. Бірнеше қария қақпа алдында тұрып, ауыл шетінен әлде будақтап жаттан қою түтінге қарап тұр. Ильяс орманнан шыққанда, олар оны бірден байқады. Киімі қан-қан, қолында автомат, көзінің асты көгерген. Адамдардың жүзіне үрей ұялады. Кейбіреулері қақпаларын асығыс жауып жатты. Өзгелері үнсіз телміріп тұр. Бұл мекенге қорқыныш әлде қашан тамыр жайған еді. Ильяс көше бойымен баяу жүріп өтті. Ол өртенген сарайдың жанындағы ескі көліктің қасына келіп тоқтады. Тақырбастың денесі әлі жерде жатыр. Жанында екінші қарақшы. От дерліктей сөнген. Сарайдан тек бықсыған бөренелер ғана қалыпты. Аяғынан оқ тиген жаңағы жас жігіт көлік жанында әлі жатыр екен. Ол аяқ дыбысын естіп, басын көтерді. Өмі қуарып кеткен. Еріндері дірілдейді. Ата көрмеңіз. Ильяс оның жанына тоқтады. Жігіт оған шарасыз көзбен қарап жатыр. Енді қайталамаймын. Ант етемін. Ол ауыр дем алды. Мен тек соларының айтқанын істедім. Маған ақша керек болды. Ильяс оған үнсіз қараттырды. Бірнеше секунд өтті. Содан соң салиқалы үнмен тіл қатты. Жолға қарай еңбектеп бар. Жігіт бірден түсінбей қалды. Не дейсіз? Кет, көзіме көрінбей. Жас қарақшы оған сене алар емес. Егер тағы бір рет көзіме түссең, аямаймын. Жігіт тепе-теңдігін жоғалта, жаздап басын жылдам-жылдам изеді. Ол орнынан тұруға тырысты, бірақ аяғы тыңдамады. Сондықтан ол еңбектей жөнелді. Баяу. Жерде қошқыл қанның ізін қалдырып бара жатты. Ильяс теріс айналды. Ол көлікке жақындап, есігін ашты. Кілт әлі оталу орнында тұр екен. Ол қозғалтқышты іске қосты. Ескі көлік жөтелгендей дыбыс шығарды. Содан соң оталды. Ильяс рөлге отырды. Ол көше бойымен ауылдың орталығына қарай жүріп келеді. Терезе сыртынан үйлер тізіліп өтіп жатты. Кейбір адамдар перде артынан сығалайды. Басқалары қақпа алдында тұр. Ешкім оны тоқтатуға әрекеттенбеді. Бұл түнде сұмдық оқиға болғанын бәрі ішінен түсініп тұрды. Және ауылдың зәресін алған қаншердің есімін де бәрі білетін еді. Вәлихан. Ильяс ескі ағаш үйдің жанына келіп тоқтады. Қақпасы қисайып кеткен. Жолды шөп басқан. Бұл үйді ол бірден таныды. Туған анасының шаңырағы. Ол көліктен түсті. Итерген кезде қақпа сықырлай ашылды. Аула іші тып-тыныш, тым-тыныш. Ол кіреберіске көтеріліп есікті ашты. Іштен дәрдәрмекпен кәріліктің иісі еседі. Бөлме осыдан 2 жыл бұрынғы қалпынан мүлде өзгермепті. Ескі үстел, шкаф және терезе жанындағы төсек. Төсекте шашын ақ басқан, денесі шөккен кейуана жатыр еді. Ильяс баяу жақындады. Анашым. Ол көзін ашты. Сенер-сенбесін білмей, бірнеше секунд үнсіз қарап қалды. Содан кейін еріндері дірілдеп кетті. Ильясым. Оның жанарына жас толды. Құлыным, келдің бе? Ол жанына отырып анасының қолынан ұстады. Қолы мұздай, қағаздай жұқарып кеткен екен. Келдім анашым. Ол ұлының жүзіне қарады. Үсті басың қан ғой. Ильяс басын шайқады. Ештеңе етпейді. Анасы әлсіз ғана жымиды. Сенің келетініңді білген едім. Ол ауыр дем алды. Әрбір тыныс алуы оған оңайға соқпады. Анау жирен сақалды. Ол мұны сыбырлап айтты.
Ол қатыгез адам. Ильяс басын баяу изеді. Білемін, анашым. Анасы оған қадала қарады. Оның жолын кес. Ильяс анасының қолын қысты. Тоқтатамын. Анасы жанарын жұмды. Жүзінде әлсіз ғана күлкі пайда болды. Сенің нағыз батыр екеніңді білген едім. Ильяс жанында үнсіз отырды. Терезе сыртында жаңа күн басталып келе жатты. Бірақ ол бұл хикаяның әлі аяқталмағанын ішімен сезді. Қалың орман ішінде Вәлихан есімді қанішер әлі тірі жүр. Оның көзі жойылмайынша, бұл соғыс тамамдалмайды. Ильяс төсек жанында ұзақ отырды. Ол анасының қолын алақанына қысып, оның тыныс алысына құлақ түрді. Дем алысы тым әлсіз, үзік-үзік еді. Әрбір жұтқан ауасы ауыр бейнетпен келіп жатқандай. Күн сәулесі бөлме ішін баяу нұрға бөледі. Ауадағы шаң тозаңдары алтын түстес болып жылтырайды. Терезе сыртында қарғаның қарқылдаған үні естілді. Содан кейін көрші үйдің қақпасы сылдыр етті. Ауыл ұйқысынан оянып келе жатты. Бірақ бұл бөлмеде уақыт тоқтап қалғандай еді. Анасы қайтадан көзін ашты. Ол ұлына ұзақ әрі тесіле қарады. Бейне бір оның келбетіндегі әрбір сызықты жадына мәңгілікке сақтап қалғысы келгендей. Сен тағы да арпалысқа түстің бе? Деді ол сыбырлап. Ильяс сәл жымиды. Аздап. Анасы басын шайқады. Баяғы қалпыңнан өзгермепсің? Содан кейін оның жанары қатая түсті. Ильяс, сен оны таптың ба? Ұлы оның кім туралы айтып жатқанын бірден түсінді. Ильяс бірнеше секунд үнсіз қалды. Ол тірі. Анасы оған қадала қарады. Сен оны босатып жібердің бе? Ильяс бас изеді. Анасы ауыр күрсінді. Сен үнемі ақ көңіл едің. Ильяс үн қатпады. Терезе сыртынан дауыстар естілді. Көшеде әлдекімдер сөйлесіп жатыр. Есік тарс етті. Түнгі сұмдықтан кейін ауыл бірте-бірте өз тіршілігіне қайта оралып жатқан еді. Анасы қайтадан көзін жұмды. Оның дем алысы бұрынғыдан да әлсірей түсті. Ильяс қасында тапжылмастан отыр. Ол бәрін түсініп отыр еді. Уақыт таусылып барады. Кенеттен ауылда аяқ дыбыстары естілді. Әлдекім есікті ақырын қақты. Ильяс орнынан тұрып есікті ашты. Босағада автобус жүргізушісі тұр екен. Оның жанында балалы келіншек пен бағанағы студент қыз. Олардың артында түн ішінде өзі ажалдан арашалақ қалған тағы бірнеше жолаушы тұрды. Бәрінің жүзінен қатты шаршау байқалады. Бірақ ең бастысы бәрі аман есен еді. Жүргізуші бас киімін қолына алды. Біз сіздің халіңізді білейік деп едік, амансыз ба? Ильяс бас іздеп, оларды ішке өткізу үшін шетке ығысты. Адамдар бөлмеге ақырын кірді. Балалы келіншек төсектің жанына келіп тоқтап, сыбырлай сөйледі. Сізге мың алғыс. Жылағаннан оның көздері қызарып кеткен екен. Егер сіз болмағанда, ол сөзін аяқтай алмады. Студент қызда жақындай түсті. Біз сол жерде құрбан болар едік. Ильяс басын шайқады. Бәрі артта қалды. Жүргізуші ауыр күрсінді. Қарақшылар ше? Екеуі жер жастанды деп жауап қатты Ильяс. Жараланған біреуі қашып кетті. Ол сәл кідірді. Бастығы Вәлихан орман ішінде жүр. Жүргізушінің қабағы түйіліп кетті. Милиция шақыру керек. Ауылдық кеңесте телефон бар шығар? Ильяс бас изеді. Қоңырау шалыңыз. Жүргізуші бірден сыртқа шығып кетті. Қалғандары үнсіз тұрып қалды. Бағанағы студент қыз көзіне жас алып, Ильясқа басын иіп алғысын білдірді де есікке беттеді. Келіншек сәбиін абайлап тербетіп тұр. Балақай Ильясқа үлкен жанармен тесіле қарап тұрды. Содан кейін кенеттен жымиды. Жай ғана, ешқандай қорқынышсыз. Ильястың кеудесін жаншып тұрған ауыр жүк сәл де болса жеңілдегендей болды. Ол осы жазықсыз жандарды өлімнен құтқарып қалды. Соққа қалғанда осы емес пе? Біраз уақыттан соң көшеден көлік дауысы естілді. Содан кейін тағы біреуі. Аулаға тәртіп сақшыларының екі көлігі кіріп келді. Одан форма киген бірнеше адам шықты. Қалың мұртты. Жасы 40-тар шамасындағы аға капитан үйге кірді. Ол бірден Ильясты байқады. Ильяспысың? Иә. Капитан бас изеді. Бізге бәрін баяндап берді. Ол бөлмедегі халыққа көз тастады. Мұна жандарды сіз құтқарып қалдсыз? Ильяс ештеңе демеді.
Капитан ауыр демалды. Біз оқиға орнын қарап, жауап алуымыз керек. Ол сәл үнсіз қалды. Уәлиханды көрдіңіз бе? Орманда. Капитан өз адамдарына бұрылды. Екеуің менімен жүріңдер. Қалғандарын орманда сүзіп шығыңдар. Тәртіп сақшылары далаға беттеді. Капитан қайтадан Ильясқа көз салды. Сіз әзірге осында болыңыз. Ол төсекке қарады. Бұл кісі анаңыз ба? Иә. Капитан бас киімін шешті. Мен бұл кісіні жақсы танитынмын. Ақ жаулықты, аяулы жан еді. Ол бөлмеден ақырын шығып кетті. Ильяс қайтадан төсек жанына отырды. Анасы қозғалыссыз жатыр. Ол анасының қолын алды. Қолы бағанағыдан да мұздай суып кетіпті. Анашым. Ешқандай жауап болмады. Ол жақынырақ еңкейді. Демалысы тоқтаған екен. Бөлме ішін кенеттен өлі тыныштық басты. Ильяс ұзақ уақыт тапжылмастан отырды. Содан кейін анасының жанарын баяу жапты. Терезе сыртынан милиция қызметкерлерінің дауысы естіледі. Ауыл өз тіршілігін жалғастырып жатыр еді. Бірақ Ильяс үшін дәл осы сәтте бүкіл дүние тоқтап қалғандай болды. Ол үлгермеді. Сәл ғана кешікті. Бірақ бәрібір үлгермеді. Қайран ана өмірден осылай оза берді. Бірнеше сағаттан соң тәртіп сақшылары орманнан оралды. Капитан үйге қайта кірді. Оның жүзі өте салиқалы еді. Уәлихан табылды. Ильяс басын көтерді. Тірі ме? Капитан басын шайқады. Жоқ. Ол сәл кідірді. Бункер ішінде оның өмірі үзіліпті. Ильяс үнсіз қалды. Капитан сөзін жалғады. Бетон қабырғаға таспен қашап, екі ауыз сөз жазып кетіпті. Ол қалтасынан кішкентай блокнотын шығарып оқып берді. Онда «Сен жеңдің үнсіз» деп жазылған екен. Ильяс ештеңе демеді. Ол жай ғана терезеге телміріп отыра берді. Жел ағаш бұтақтарын баяу тербейді. Ақыры бұл соғыс тамамдалды. Бірақ келмеске кеткен жандар үшін тым кеш еді. Жаназа 3 күннен кейін өтті. Ауада күздің ызғары сезіле бастаған. Таңғы жел орманнан суық леп әкеледі. Ескі қайындардың жапырақтары сарғая бастапты. Аспан шайдай ашық әрі тұп-тұнық еді. Бейне бір бұл ауылда ешқандай қайғылы оқиға болмағандай. Қорым басына дерліктей бүкіл ауыл жиналды. Халық үнсіз тұр. Әркім ішінен дұғасын оқып, жерге телміреді. Айша апаны бәрі жақсы танитын. Ол бүкіл ғұмырын осы жерде өткізген еді. Көршілеріне қарайласты. Шөппен емдеп, талайдың дертіне шипа болды. Ата-анасы жұмысқа кеткенде, талайдың баласына қарасып, мейірімін төккен ардақты жан еді. Ильяс қабір басында мелшиіп тұр. Ол молданың оқыған құранын еміс-еміс қана естіді. Кек топырақтың гүрс етіп түскен тұншыққан дыбысы ғана құлағына кіріп жатты. Топырақ кесектері ауыр тиіп жатты. Бұл мәңгілік айырылысу еді. Қош бол, анашым. Халық тарқай бастағанда, оған балалы келіншек жақындап келді. Бағанағы автобустағы Әлия еді. Жанында күйеуі тұр. Бойшаң, мығым денелі азамат екен. Әлия ұлын қолына ұстап алған. Балақа енді жылаған жоқ. Жай ғана айналасына қызыға қарап тұр. Біз қалаға көшіп барамыз, деді ол ақырын ғана. Бұл жерде қалу қауіпті. Ильяс бас изеді. Дұрыс шешім. Ол кішкентай қағаз қиындысын ұсынды. Мынау біздің мекен жайымыз. Егер қандай да бір көмек қажет болса, немесе жай ғана қонаққа келгіңіз келсе, есігіміз әрдайым ашық. Ол қағазды алып қалтасына ұқыптап салып қойды. Рахмет. Балақай кенеттен оған қолын созды. Ильяс кішкентай ғана алақанды абайлап ұстады. Жып жылы, кәрі жанның лөпілі. Олар кеткен соң қорым басы босап қалды. Ильяс жаңадан үйілген топырақтың жанындағы ағаш орындықта біраз отырды. Жел шөпті баяу тербейді. Өмір жалғасып жатты. Бір аптадан соң ол анасының шаңырағын сатты. Болынсыз ғана тиын тебенге. Ауылдың жағдайы мүшкіл. Алушылар да жоқтың қас еді. Ол өзімен бірге тек фотосуреттерді, құжаттарды және кезінде қарулас жолдастарының есімдерін жазған ескі дәптерді ғана алды. Содан кейін бағанағы көлікке отырып, қалаға қарай жол тартты. Жол баяғыдай еді. Баяғы тас жол, баяғы орман. Ол қарақшылар автобусты тоқтатқан жерден өтті.
Қазір ол жер жым-жырт. Ешқандай із жоқ. Бейне бір ештеңе болмағандай. Бірақ ол бұның бәрі шын мәнінде болғанын анық білетін. Қалаға оралған соң Ильяс қайтадан зауыттағы жұмысына кірісті. Баяғы қондырғылар, баяғы темірдің шуылы, баяғы ұзақ ауысымдар. Қолдары үйреншікті ісін механикалық түрде атқара береді. Ал ойы оқта-текте сол бір түнге оралып соғатын. Өртенген сарайға, суық бункерге, Уәлиханның жүзіне. Сот тез өтті. Куәгерлер Ильястың тек халықты қорғау мақсатында әрекет еткенін растады. Судья шешімді қышта қайырды. Ақталды. Ол сот ғимаратынан шыққанда күздің майда жаңбыры сіркіреттіреді. Адамдар оған назар аудармастан өз шаруаларымен асығып бара жатты. Ол аялдамаға қарай беттей бергенде таныс дауысты естіді. Ильяс аға. Ол бұрылып қарады. Сот ғимаратының қақпасы алдында Әлия тұр екен. Жанында күйеуі мен кішкентай Санжар. Бүгін сот болатынын естіп арнайы келдік, деді ол. Әлия жымиды. Бәрінің жақсылықпен аяқталғанына қуаныштымыз. Балақай қайтадан оған қолын созды. Ильяс оны көтеріп қолын алды. Сәби сыңғырлай күлді. Ешқандай қам қайғысыз, пәк күлкі. Дәл осы сәтте Ильяс бір қарапайым ақиқатты түсінді. Мұның бәрі бекер болмаған екен. Сол түнгі азап та, төгілген қан да, жан жарасы да. Өйткені мына сәби аман есен, тірі тұр. Және ол ер жеткенде, бәлкім бұл әлем олар көрген сұмдық заманнан сәл де болса жақсарар. Ильяс балақайды жерге абайлап түсірді. Оны көздің қарашығындай сақтаңыздар, деді ол, ақырын ғана. Олар қоштасты. Ол жаңбыр жуған көшемен аялдамаға қарай жүре берді. Жел асфальт бетіндегі сары жапырақтарды қуалайды. Ол қаншама жыл кеудесінде сақтап келген соғыс ешқайда кеткен жоқ. Ол өмір бойы өзімен бірге қалады. Бірақ енді ол ең басты нәрсені түсінді. Тіпті соғыстан кейін де адам кім болатынын өзі таңдай алады. Қан төгетін қару емес, елді қорғайтын қалқан болуды. Кейде адамның мықтылығы жауды жеңумен емес, бойындағы адамгершілікті, иманды сақтап қалумен өлшенеді. Нағыз батыр өзгелерді қорған ете білген жан. Тіпті өзі қан майданнан өтсе де. Өйткені арашалап қалған әрбір өмір бұл әлемді сәл де болса нұрландырады.